мінез өзгерту адамның өзінің өз қолындағы жағдай. Егер біз күнделікті ерте тұрып оянуды, ерте оянуды, мысалға бір жаттығуларды жасауды, болмаса дұрыс тамақтануды, салауатты өмірді егер дәріптеп өзіміз қолға алатын болсақ, бұл біздің мінезіміздің өзгеруі. Дұрыс қой? Егер біздің өзіміздің әдетімізді, күнделікті әрекетімізді егер өзгертіп қадағалап отыратын болсақ, бұл біздің мінезімізге айналады. Демек, біздің мінезіміз өзгереді. Ал егер орта жасқа келгенде болмаса, жылдан жылға ол адамның мінезі өзгермейді, керісінше ол мінезінің үстіне жаман, керісінше қасиеттер көбейе түседі деген сөздерді жиі естиміз. Егер ол адам өзімен жұмыс жасамайтын болса, әрине ол көбейеді. Егер мен нені қалаймын, егер мен нені армандаймын, соған егер мен жетемін деп алдыма мақсат қоятын болсам, онда барлығында өзгертуге болады. Адамның өмірі өзінің қолында. Мен осы сәтте біздің осы үлкен кісілердің әңгімесін тыңдай отырып, мысалға зейнеттік жасқа келген кезде болды деп өз-өзін тастап жіберетін адамдарды жиі көремін. Жақсы қызмет жасап, жақсы бір өз-өзіне бір қоғамнан орны белгілі азаматтарымыз, азаматшаларымыз деп айтуға болады. Зейнетке шыққаннан кейін адам танымасты өзгеріп, бірден қартайып кеткен, болмаса бір ауырып қалыпты деген нәрселерді естіген кезде сондай бір көңілім болмай қалады дағы, ренжіп, неге олай болды екен деп, қандай керемет адам еді деген сияқты сондай бір өзіміз ойға қаламыз. Бұның артын егер зерттеп келетін болсақ, біз өз-өзімізді тастап жібереміз дағы, күнделікті дағдыланған әдетімізді қоя-қояды екенбіз. Болды, мен бүгіннен бастап зейнетке шықтым, мен үйдемін, қай уақытта тұрамын, қай уақытта жатамын, не істеймін, уже ешкім мені қадағаламайды. Басқалар үшін өмір сүрген адам секілді болып. Енді мен өзім үшін ғана өмір сүрдім, демек маған ештеңе керек жоқ. Көрдіңіз бе, бұл ойдың өзі, санадағы ойдың өзі адамды өмірінің бәрінің механизмнің, қалыпқа қойылған механизмнің бұзылуына алып келеді екен. Енді қараңыз, мен бір неден оқыдым, газет журналдан оқыдым. Корей халқының, мысалға, осы мемлекеттен барып, сол сауда жасап тұрған үлкен кісілердің әңгімелескенде 95-темін деп айтқанына таң қалыпты. Қалайша 95-те? Біз оны бір 60-дағы кісі шығар деп ойлаған ғой. Ол айтты, мен зейнетке шыққаннан кейін өз өмірімді өзімнің қолыма алдым. Менің арманым гүл өсіру болған. Мен гүлдерді өте жақсы көремін. Сол гүлді баптауды ұнататынмын. Сондықтан да мен жаңағы өзімнің жиған терген ақшамды алып, кішкентай ғана сондай бір гүл салонын аштым. Сол гүлді қолыммен егемін, гүлдермен сөйлесемін, гүлдерді суғарамын, махаббатымды бөлемін. Мен өзімнің арманымды орындап жатырмын. Кішкентай ғана хат жазып, өзімнің жақсы көретін адамдарыма гүл жіберіп отырамын деп. Кейін ол кісіге сұраныс түсе бастаған, гүлдің түрлерін көбейте бастаған, биологияны зерттеген, солай оның бизнесі дамып кеткен. Былайша айтқанда, содан көпшілігінде ол кісі бір жобаны құрып айтқан екен, зейнетке шыққан кісілер өзінің армандарын орындауына, өзінің қалаған дүниесімен айналысуына сондай мүмкіндік жасау керек деп. Былайша айтқанда, олар солай зейнетке шыққаннан кейін өте көп кісілер, мысалға, бұрын соңды жасамаған дүниелерін жасай бастаған екен. Содан олардың өмірлері ұзарып, денсаулықтары жақсарып, мысалға, өмірлік өзінің позициясы түгел өзгергендіктен басқа адамға айналып кеткен. Яғни, нағыз өзін зейнетке шыққаннан кейін тапқан екен. Өмір бойы бір ағыммен өмір сүріп келген, бір механизмнің несіне қалпына түскеннен кейін, былайша айтқанда, сол жұмыспен жасап келе берген, балаларды өсірген, аяқтандырған деген сияқты, зейнетке шыққаннан кейін болды, тек қана өзінің қалауымен өмір сүрген. Демек, кез келген уақытта біздің өзгеруіміз өзіміздің қолымызда. Мінезімізді өзгертсек те болады, кейбір өзіміздің іс-әрекеттерімізді, әдеттерімізді өзгертетін болсақ, демек біздің мінезіміз де өміріміз де түгелімен өзгеріп кетеді. Өзінің жаман қасиетін мойындағанның өзі, соны түзеуге бір қадам жасағанның белгісі. Бұл өте жақсы қасиет деп қабылдайық, бірақ көре алмаушылық деген не нәрсе ол? Демек, басқа адамның жетістігіне қуанбау деген сөз. Бұл өзін төмен санау. Өзін төмен санаған адам, өзіне көңілі толмаған адам, өзінің өміріне қанағаттанбаған адам,
ол басқа адамның өміріне қызығушылықпен қарайды, басқа адамның өмірімен өмір сүретін адам. Сіз егер өзіңнің өміріңмен жақсы қуанып, әрбір күніңді, әрбір сәтіңді шүкіршілік ете отырып, қуанып, жақсы жақтарыңды, өзің бір бақытты сәттеріңді жиі еске алып отыратын болсаң, ол бүкіл сенің зейінің, ойың өзіңе қарай ауады. Демек сен өзіңді жақсы көре бастайсың. Өзіңді жақсы көру деген, демек өзіңді құрметтеу, өзіңнің бар екеніңді мойындау, өзіңнің орныңды, қоғамдағы достарыңның, отбасындағы орныңды белгілеп отыру арқылы сенің өзіңнің бағаңды көтеріп аласың. Егер өзіңнің бағаңды көтерген жағдайда, өзіңнің бағаңды дұрыс бағалай білген жағдайда, сенде көреалмаушылық деген дүние болмайды. Адамның рухани аш адамдар көпшілігінде көреалмаушылықпен, басқа адамның өмірімен өмір сүруге бейім болып кетеді екен. Өйткені оның ішкі рухани несі, дүниесі өте аз. Демек, оның ішкі әлемі өте аш, оның ішкі әлемі өте жұтаң. Сондықтан да ол басқа адамның өмірін қызығушылықпен, өзінде жоқ дүниені сол адамның, басқа адамның өмірінен іздеу, салыстыру арқылы өмір сүрумен шаршайды екен. Бұл біздің энергиямызды, өзіміздің қуатымызды шаршатып, былайша айтқанда өзіміздің өсуімізге, өзіміздің дамуымызға үлкен кедергі алып келеді. Сондықтан да осы жазғы хатты жазып отырған мен оқырманыма айтқым келетіні, айналайын, ең алдымен өзіңді жақсы көр. Өзіңді тұлға ретінде құрметте. Сені сүйген ата-анаңды құрметте. Осы дүниеге әкелген, осылай тәрбиелеген ата-анаңды, сені қабылдаған отбасына, ата-енең, жолдасыңа құрметпен қара. Өйткені сенің жақсы қасиеттеріңді көріп, құрметтеп, сүйіп, сені жар етіп отыр. Демек, сен жаман адам болмағаның. Ал енді басқа адамның өміріне емес, басқа адамның өмірінен сенің ойыңнан сызып тастап, бүгіннен бастап өзіңнің өміріңмен жаңа қадамдар баста. Жақсы ой ойлай баста. Кітап оқы, тағы да айтарым. Былайша айтқанда өзіңнің қызығушылығыңды арттыр, өзіңнің алдыңа мақсат қой, арманыңды айқындап ал, сосын әрекеттеріңді баста. Сонда бәрі жақсы болады. Мысалға, 7 жыл бірге тұрып жатырмыз, қыздар бар деп отыр. Ол бір күнде болатын нәрсе емес бұның бәрі. Бұл жыл бойы жиналып келіп, қазір соның жемісін жеп отыр ол. Өйткені сен, мысалға, 7 жыл бойы бірге тұрған кезде, 7 жыл бойы ұрысып келген жоқ олар. Болмаса, екеуі үйленген жылы сол күннен бастап ұрысып келе жатқан жоқ. Бұл ұрысып келе жатса, соңғы жылдары болуы мүмкін. Менің өзімнің оқырманымның хатының мазмұнына қарай түсінгенім, демек қай кезде екеуіңнің араң суып кетті, қай кезде екеуің бір-біріңнен алыстадыңдар. Ерлі-зайыптының арасындағы суық, бір-біріне деген реніш, бір-біріне деген жаңағы көп өтірік айтудан, болмаса бір-біріне деген сенімнің болмауынан, болмаса көңілін қалатындай сөз айтудан, осындай дүниелердің бәрі, былайша айтқанда, бір кішкентай болмайтұғын дүниелер деп ойлағанмен, уақыт өте келе екеуінің арасы суып, алыстай бастайды. Осы алыстаған жағдайда ол үйіне көп келмей, қонбай қалып, болмаса басқа жақта жүріп, болмаса бір ерекше сондай бір дөрекі мінездер көрсетіп, қол көтеріп жатқан кезде барып біз бай балам салып, менде осындай проблема бар деп жатамыз. Негізі ол проблема 3 жыл бұрын болған, болмаса 5 жыл бұрын болған. Көпшілігінде өзімізден кемшілік іздемейміз, басқадан іздейміз. Неге менің жолдасым осылай болып кетті деп. Ол бүгін болған жоқ. Ол кеше болған жоқ. Бұл қай кезде басталды? Қандай жағдайдан басталды? Бұрын қандай еді сен тұрмысқа шыққанда, қандай адам еді, бүгін қандай адамға айналып кетті? Осы сұрақтың жауабын іздеп көру керек.
ол жолдасының жақсы жақтарын көбірек көруге тырысу керек. Одан кейін барып кемшілігі, өзіңнің жақсы жақтарың және өзіңнің кемшілігің. Алдымен өзіңнің кемшілігің, одан кейін жақсы жақтарың. Жолдасыңның жақсы мінездерін, жақсы қасиеттерін көбірек іздеу керек. Одан кейін барып оның кемшіліктерін екеуінің таразының басына салып қойып көру керек. Осы жерде былайша айтқанда бәрі өз орнына келеді. Егер ол адаммен тұрғысы келмейтін болса, жақсы көрмейтін болса, бір күнде тұрмаған болар еді. Демек, бұл жерде бір біз білмейтұғын беймәлім дүниелер бар. Жалпы менің осы оқырманыма айтарым, жолдасың екеуің отырып, бір күні жақсылап сен оған шайын, тамағын дайындап, жыл сөзбен, қайда жүрсің, неге жүрсің деген секілді есеп сұрамай, керісінше келетін уақытысына жақсы бір өзіңше бір тосын сый дайындап, одан кейін соның бір көңілінен шығатындай әдемі болып, көңілінен әдемі болып киініп, былайша айтқанда бет әлпетін түзеп, тойға бара жатқандай керемет болып өзгеріп, әдемі дастархан жасап, сосын жолдасы екеуі ғана бірге отырып сөйлесіп көру керек. Егер осы кезде менің қай жерім саған дұрыс жасамадым, қай жерде мен қателестім, мен қай жеріме, қай менің сөзіме сен ренжіп қалдың, ал сенің жасап жүрген осындай бір әрекеттерің маған ұнамай жүр деген секілді ашық әңгіме болу керек. Екеуінің әңгімесі таусылып, екеуі бір-бірін мүлдем түсінбейтін жағдайға жеткен жағдайда, онда ары қарай қалай өмір сүру керек, сол нәрсені келісіп алған жөн. Менің осы оқырманымның хатының мазмұнынан түсінгенім, өзінің өмірінің шешімін қабылдап қойған адам секілді. Дәрігерлер маған айтты, бала табуға болмайды, болды. Енді бір қызбен қалдым деген. Бұл сөздің, бұл шешімнің тек өзі ғана үшін емес, оның жолдасы үшін де бір үлкен соққы болған секілді. Өйткені ер адамға оның өмірінің жалғасы, ер бала дүниеге келген кезде мұра қалдыру, өзінің атын қалдыру, өзінің ұрпағын қалдыру деген ең бірінші орындағы мақсат. Ал егер болды, қыздан кейін маған бала табуға болмайды екен деген шешімнің өзі бір сол шешімін айтып қойған секілді болып көрінгеннен кейін, былайша айтқанда екі жақта психологиялық үлкен соққы алғанға ұқсайды. Ал енді бұны ашып айтпағандықтан, әрине үйде үлкен бір конфликт, ол шешімі табылмаған дүниенің арты үлкен жаңағыдай ұрыс-керіске жанжал алып келеді. Сондықтан да сіңлім саған айтарым, негізінде ешқандай өзің үміт үзуге болмайды. Қазір медицинаның дамып кеткен уақыты, емделу керек, өз-өзіңе сенуің керек, мысалға өзіңнің ағзаңмен залалсыздандыруың керек, ағзаңды көп жұмыс жасауың керек, былайша айтқанда салауатты өмір сүруің керек. Сондықтан да ештеңе болмайды деген дүниелер жоқ. Өйткені жас болғандықтан адамның ағзасын қайта қалпына келтіруге болады. Өйткені бүкіл өмірінде 99 түрлі несі бар, ауруға шалдыққан адамның өзі де мысалға салқын сумен суға шомылып, мысалға да йогамен айналысып, болмаса жаттығулар жасап, ең болмаса тек қана жүгіріп қана солай дағдыға айналдырып, денсаулығы 100%-ға түзеп алған адамдарды білемін, мысалға. Ол бар дүние. Сондықтан да соны кітаптардан да, газеттен де, журналдан, мейлі интернеттен қарасаңыз да, өзіңнің дәрігерлердің саған айтып берген сол диагнозы бойынша қалай емделуге болады және қалай жаттығуға болады, осы дүниелерді іздестіріп, ізденіп, былайша айтқанда болашағыңа үлкен үміт артуыңа болады. Өзіңмен өзің, былайша айтқанда өзіңнің өміріңді жетілдір. Оқы, даму керек, қызыңды оқыт, балаңды сүй, махаббатыңды арна, отбасыңа. Тек сонда ғана барлығы жақсы болады. Жолдасың сенің сөзіңнің, былайша айтқанда өзіңнің айтқан шешіміңнен кейін нәтиже шығарып отырған шығар деп ойлаймын. Ол да бір өзінше бір сондай білімінің жетілмегеннен кейін, соған бір толық көзі жетпегеннен кейін мүмкін бір ашуға салынып отырған шығар. Сондықтан да кішкене ойланып, дұрыс өмірлеріңді дұрыс бағытқа бұрғандарың дұрыс.